Тағы достар, шаршаудың тағы бір себебі, қазіргі таңда адамдар өте көп уақыт телефонмен интернетте отырады. Оның бәрі адамның энергиясын тартып алады. Адам мұндай көлемдегі үлкен информация қабылдауға әлі дайын емес. Сондықтан сіз күні түні отырасыздар тикток пен инстаграмда. Ол егер ашып қарасаңыздар, уақытын 3 сағаттан артық отырады, кейбір кісілер 6-8 сағат отырады. Оның бәрі адамның қатты шаршауына және депрессияға алып келеді. Сондықтан өзіңіздің миыңызды демалдырыңыз. Адамға сондай көп уақыт отырған жарамайды. Яғни информацияны мына көптеген желілерден алудың өзінің шектеулі уақыты болу керек. Сондықтан бұның бәрі, сіз көп уақыт отыратын болсаңыз, ұйқысыздыққа алып келеді. Ары қарай адам ұйқысы қанбағаннан кейін гормондардың дұрыс бөлінбеу салдарынан адамда әртүрлі тревожный расстройство және тағы басқа бастала бастайды. Сондықтан сіздер мына желіде отыру уақытын шектеңіздер. Сосын уақытылы ұйықтау керек. Ұйқы адамда өте көп нәрсені шешеді. Егер сіз ұзақ уақыт телефонда отырсаңыз желілерде, сол информацияны қорыту керек. Сондықтан сізде ұйқысыздық пайда болады. Оның бәрі бір-бірінің үстіне қосылып, сіздің денсаулығыңызға үлкен зиян әкелуі мүмкін. Сондықтан мұқият қарап, өзіңіздің күнделікті қанша уақыт отыратыныңызды телефоннан қарауға болады. Мысалы, көрсетеді қанша сағат сіз желіде отырдыңыз. Сондықтан оның орнына серуенге шығыңыз, далаға, тауға шығыңыз. Просто далаға шығып серуендеп қайтқанның өзі денсаулыққа үлкен, яғни өзінің жақсы әсерін береді. Сау саламат болыңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы.